Сәлем оқушы достарым, бүгін бізде 24-ші сабақ буын тақырыбын жалғастыратын боламыз. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Туған жер. Атасы мен Дарханның қалаға кеткендеріне бір айдан асқан. Дархан ауылға қайтқанша асықты. Бұлардың ауылы жолдың бойынан қашық болатын. Автобус ауылдың тұсындағы аялдамаға тоқтады. Атасы екеуі автобустан түсті. Дархан ауылын қатты сағынған екен. Ата, үйлердің түтіні көрініп тұр деп қуана айғайлады. Балам, туған жердің түтіні де ыстық, деді атасы. Авторы Кәдірбек Сегізбайұлы екен, иә? Дархан қайда барды дейді. Дархан қаладан атасымен бірге ауылға барған екен, иә? Қалада қанша уақыт болды дейді. Бір айдан аса уақыт болған екен. Ауылын көргенде Дархан не деді? Ата, үйлердің түтіні көрініп тұр деген екен, иә? Енді жоспар бойынша мәтін бөліктерін анықта дейді. Бірінші жоспар Дарханның ауылға асығуы. Ол міне қызыл бағытпен көрсетіп қойдық. Алғашқы азат, иә? Біреу алғашқы бөлігі мәтіннің. Екіншісін көк бағытпен көрсетіп қойдық. Үшінші соңғы сары бағытпен көрсетіп қойдық. Ол жоспар дегеніміз мәтін бөліктерінің атауы екен, иә, жоспар деген. Екінші жаттығу өлеңді көшіріп жаз дейді. Ұлы дала ұланымын, күліп аққан бұлағымын, самғайтұғын зеңгір көкке мен елімнің қыранымын. Авторы Серік Ақсұңқарұлы. Зеңгір көк деген сөздің мағынасы көк аспанды зеңгір көк деп те атайды екен, иә. Осы өлеңді мұқият, қатесіз дәптерге көшіріп жазып аламыз. Келесі үшінші жаттығу буыннан сөз құра ойынына қатыс дейді. Бірінші топта қа деген буын берілген. Мысалға, міне Марат қайық деді, Сәуле қала деді, Жандос қара деді. Енді екінші топта алғашқы ба деген буыны берілген. Біз тағы да үш сөз құрау керек екенбіз, иә, осы буыннан. Мысалға, Ажар барыс деді, Алан бата деді, Асан балық деді деп осындай сөздер құрап шықсақ болады екен. Берілген ба деген буын арқылы, иә. Өзімізде тағы да басқа қандай сөздер құрай аламыз? Соларды өз ойымыздан құрап айтып көрсеңіздер болады. Біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Каналға тіркелмеген болсақ, тіркеліп алайық, иә. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.